Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Мен Итекбаева Арай, Жамбыл облысы Шу ауданы әкімдігінің Ермұхан Бекмаханов атындағы мектеп гимназиясының өзін-өзі тану пән мұғалімімін. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адал және ақкөңіл болу. Құндылығы, сүйіспеншілік, қасиеттері бәрін жақсы көру, ақкөңілділік, татулық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға адал және ақкөңіл болудың маңыздылығын сүйіспеншілік құндылығы арқылы түсіндіру. Сабағымыздың міндеті білімділік, оқушыларды айналасындағы барлығын жақсы көруге үйрету, дамытушылық, оқушылар бойындағы ақкөңілділік қасиеттерін дамыту, тәрбиелік, оқушыларды татулыққа тәрбиелеу. Дәйек сөз. Шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар. Жамбыл Жабаев. Қайтадан қайталайық балалар. Шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар. Осы сөзден балалар, адалдық деген сөзден не түсіндіңіздер? Дәйек сөзді қалай түсінуге болады екен? Мұғалім Шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: "Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады" депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. "Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?" Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: "Адалдық адамға нан болмайды ғой" деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: "Кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді." Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болуы тиіс деп жиі қайталайды екен. Оқиға айту. Ғажайып адам. Ертегі. Ертеде бір ғажайып адам болыпты. Ол кедей кепшіктерге көмектесіп жүріпті. Бір күні ғажайып адам жоқшылықтан жүдеген баланы көреді. Ол баладан: "Балақай, саған не болды?" деп сұрайды. Ешкімнен қайырым көрмеген бала оған: "Сіз маған көмектесе аласыз ба?" дейді мұңайып. "Мен 3 тілегіңді орындай аламын." Қуанып кеткен бала: "Менің бірінші тілегім халқымның тұрмыс тіршілігі жақсарып, бейбітшілік орнаса деймін. Екіншісі, ата-анамның еңбекпен еккен егіні қаулап шықсын деген тілек. Ал үшіншісі, сіз сияқты ғажайып адам болсам шіркін" дейді. "Балақай, мен сенің 3 тілегіңді орындаймын. Бірақ саған қоятын бір сұрағым бар." "Ол қандай сұрақ?" "Неге мен сияқты ғажайып адам болғың келеді? Сіз сияқты адамдарға көмектескім келеді." Ғажайып адам баланың жауабына риза болып, оның 3 тілегін де орындайды.
Ал бала ата-анасына, өзіне жақын жүрген барлық адамдарға жақсылық жасап, ол да ғажайып адам атанады. Сұрақтар. Ғажайып адамның ғажайыптылығы неде? Сен ғажайып адамды кезіктірсең қандай тілек тілер едің? Неліктен ғажайып адам баланың тілегін орындады деп ойлайсың? Шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма. Төменде берілген тапсырманың кілтін пайдаланып, әріптерді орындарына дұрыс қойсаңыздар, сабақтың тақырыбына қатысты дәйек сөзді оқисыздар. Оқу тапсырмасы. Аманатқа қиянат жасама. Оқып келіңіздер. Тыныштық сәті. Бүгінгі сабақта алған жақсы қасиеттерді бойларыңызға сіңіріп, жүректеріңізде сақтаңыздар. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.